Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай қуырылып жасалатын күріш сорпаны бірге дайындайтын боламыз. Яғни өзбек халқында хит болған тағам мастаба деп аталады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менің каналымнан ерекше қазақ тіліндегі рецептердің түр-түріні таба аласыздар. Ең алдымен мен керек заттарды жуып, осылай тазалап алдым. Бізге ет, пияз, картоп, сәбіз, болгар және қызанақ қажет болады. Енді барлығыны майда кубик етіп, осылай дайындап қойдым. Енді мен қазанымды қыздырып қойдым. Қазаныма осындай кішкентай шөміште бір шөміш толтырып, майымды құйып аламын. Мені описанияда барлығының грамдары жазылған. Ең алдымен осылай туралған пиязымды, яғни жуамды салып, оның үстінен етімді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Яғни пиязымыз міндетті түрде сарғыш түрге кіріп, жақсы қуырылуы қажет болады. Сіздер тағамның майлы болғанын қаласаңыздар, қойдың майын немесе майлы сүйек салып жіберсеңіздер де тамаққа өзінің ерекше дәмін береді. Енді оның үстінен мен қызанағымды салып жібердім. Қызанақ болмаса, кәдімгі томатты салсаңыздар болады. Енді қызанақтың үстінен мен тұзымды сеуіп жіберетін боламын. Тұз сепсек, қызанақтарымыз тез қуырылып, суы тез шығатын болады. Енді жақсылап қуырамыз, осылай араластырып. Яғни қуырып жатқан кезде осылай езіп жіберсеңіздер, қызанақтарымыз тез езіліп қуырылатын болады. Пияз бен еттің, осы қызанақтың қуырылуына мән беріңіздер. Жақсы қуырылуы қажет. Оның үстінен сәбіз бен картопымды салып қуыратын боламыз. Сәбіз бен картопты 2-3 минуттай осылай араластырып қуырсақ жеткілікті. Мен 2 минут қуырдым. Енді оның үстінен туралған болгарларымды салып жіберемін. Яғни болгарларымызды салған соң қуырмаймыз. Осылай сәл ғана араластырып, үстінен суымызды құятын боламыз. Достар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз салып алыңыздар. Менің етім тұздалған және қызанақтың үстіне тұз салдым. Сол себепті қазір тұз салған жоқпын. Енді мен осылай лавр жапырағын салып жібердім. Лавр жапырағы міндетті емес. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштеріңізді салып отырсаңыздар болады. Мен төмен отта 1 сағаттай қайнаттым. 45 минут қайнатсаңыздар да болады. Енді осылай туралған петрушкамды салдым. Оның үстінен жуып қойған күрішімді салып жібердім. Петрушканың орнына кинза салсаңыздар да болады. Және мен жарты шай қасықта қара бұрышты салдым. Ащы болсын десеңіздер, кәдімгі қызыл ащы бұрышты салсаңыздар да болады. Енді осылай жақсылап араластырып алыңыздар, күріштер бір-біріне жабысып қалмасын. Енді 15 минут қайнатамыз. Мен осылай шым-шым базилик сеуіп жібердім. Чеснок салсаңыздар да ол өз қалауларыңыз. Міне осылай біздің тамағымыз дайын болды, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Мен осылай үстіне укроп пен айранды құйып жібердім. Сіздерге ас болсын.